Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен малинадан қайнатпай осындай тосап дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші малинаның барлығын біртіндеп жуып аламыз. Ішіндегі жапырақтар болса теріп алып, осылай видеодағыдай ыдыстарыңыз болса, сита ыдыстарыңызға жуып аласыздар. Қатты езіп жібермеуге тырысыңыздар. Неге барлық малинаны жуып, суынан сырғытып аламыз. Қайнатпай жасалған тосап өте дәмді, өз бойында витаминнің бәрін сақтайды. Менде бірінші шарада 6,5 кило малинаға 7 кило шекер салдым, ал екінші шарада 3,5 кило малинаға 4 кило шекер салдым. Яғни кішкене көбірек салдым, жарты килоға. 1 килоға 1 кило шекер салсаңыздар да болады, дәміне қарай көресіздер. Малинаны осылай түбіне қарай шекер қосқаннан соң жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 5 сағатқа қойып қоямыз. 5 сағат өткеннен кейін қозғап, мыжып қолмен осылай баклажка немесе банкаларға құйып шығамыз. Барлығын осылай құйып, бетін жауып қойып қоямыз. Баклажкаларды морозильникке, ал банкаларды холодильникке сақтайсыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен малина жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер сіздерде малина кішкене қышқыл болса, қантын көбірек қоса берсеңіздер де болады. Бетін жауып, барлық банкілерді холодильникке салып қоя береміз. Ас болсын. Мінекей менде осыншама банка және баклажкалар 12 литр шықты.